Қайырлы күн достар. Қойдың құйрық майының адам ағзасына өте пайдалы екенін мен айтпасам да білесіздер. Үй жағдайында осылай дәмді етіп, таңғы асқа жеп жүрсеңіздер, күндізгі бойына тоқ жүретін боласыздар. Суық суға лавр жапырағын, қарабұрыш, тұз салып, қойдың майын 25-30 минутқа пісіріп алатын боламыз орташа отта. Піскен құйрық майымызды аздап суығаннан кейін осылай кесіп, бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Енді осы қойдың майын ең бірінші копченый паприка, чеснок, тұз үшеуін араластырып, қойдың майын осылай ысқылап, ең бірінші осылай дайындап алатын боламыз. Дүкеннің небір қоспа қосылған майларында жеп жүрміз, оған қарағанда бұл табиғи таза халал өнім. Келесі енді бір чай қасық қызыл ашты бұрышты және паприкамен араластырып, осыған аунатып алатын боламыз барлық дайындап қойған құйрық майымызды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, пайдалы және суық тигенге де жақсы көмектесетін, таптырмайтын тағамның түрі. Өте пайдалы, өте тойымды. Каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар және ең алдымен сақтап алыңыздар жоғалтып алмас үшін. Осылай енді тоңазытқышқа 1 сағатқа салып, кейін алып жіберсеңіздер болады. Күннен күнге тұрған сайын өте дәмді болып шығады.